Қу қақпас, кімге керексің сен? Әне, 4 балаң да сені керек қылмай, соңында менің қолыма қарап қалған жоқсың ба? Бір минутта ойланбай, қарттар үйіне өткізе салар едім. Мына үй сенің атында болмағанда. Біреуі бақсып жатыр ма? Шешем еді-ау деп келіп жатқан біреуі жоқ. Шаршап біттім мен. Сені қараймын ба, баламды бағам ба? Деп сілкінді Гүлжан төсекке таңылып жатқан Айткүл кемпірдің астын ауыстырып жатып. Айткүлдің төсек тартып ауырып жатқанына жарты жыл болды. Жүрек талмасына ұшырап қалып, осындай күйге түсті. Не тілге келмейді, тек ұшқыны сөніп бара жатқан жанарымен ұлы Елеукенге бір, келіні Гүлжанға бір жәутеңдеп қарай береді. Жаңбыр астында бүрсеңдеген күшік тәрізді қорғансыз. Жатырын жарып шыққан 3 ұл бір қызынан бұны қолына алған Елеукен ғана. Елеукен ортаншы ұлы. Қалған ұлдары үй-жайларымен бөлекке түскен. Жалғыз түйір қызы неміске тұрмысқа шығып, Германия асып кеткен. Қолына алды деген аты ғана. Негізі келін баласы бұның қолында. Қаланың қақ ортасындағы даңғарадай үй Айткүлдің атында. Күйеуі марқұм бұлардың алдында әйелінің атына аударып беріп кеткен. Үй ғана қазір бұның жанын аман сақтап тұрған тәрізді. Елеукен де күндіз түні жұмыста. Жауапты қызмет деген аты болмаса, жалақысы көңіл көншітпейді. Сықиып галстук тағып кеткені болмаса, алатыны тамақтарынан артылмайды. Айткүлдің кемпірі күні Гүлжан келініне қарап қалғаны рас еді. Гүлжанның қабағы бір ашылмайды. Етегіне оралған 2 бала мен ауру енесінен әбден мезі болған. Күні түні күңкілі бітпейді. Айткүл кемпірді жерден алып, жерге салып ұрсадай келіп. Кемпірдің дүниеге жаңа келген нәрестеден несі артық? Кеудесінде шыбын жаны бар демесең, сәби секілді күтімді талап ететіні Гүлжанның сығырданын қайнататын. Бастапқыда үнсіз бағып жүрген. Жағдайы жақсара қоймаған соң жаймен күңкілдей бастады. Дәрігерлер соңғы келгенінде үміт аз деген соң тіптен өшіді. Гүлжанның бүкіл бақытсыздығына Айткүл кемпір кінәлі дей. Бәрін әкеліп соған тірей береді. Бала жыласа да кемпір кінәлі. Азық-түлік бітсе де кемпір жасықты. Кемпірді Елеукеннен басқа балалары іздемеген соң Гүлжан тіптен күшейді. Бірақ ол Айткүлдің ақыл естен айырылмағанын, бәрін түсініп, ішке түйіп жатқанын білмейді. Елеукен жұмыс басымен басқа қалаға іссапарға кететін болды. Басекеңнің назары маған түсіп, мені жанына ертіп бармақшы. Жанына 2-ның бірін ерте бермейді. Бұл мүмкіндікті қалт жіберетін жайым жоқ деп Елеукен көңілді келді. Гүлжан іштей қуанып қалса да, көп өтпей қуанышы су сепкендей басылды. Сен кетесің, апаның жағдайы күннен күнге нашарлап бара жатыр. Ауруханаға жатқызсақ қайтеді? Ол жақта кішкене көмек болар еді, деді Гүлжан түлкі секілді бұлаңдап. Елеукен әйелін естіп тұрса да тыңдаған жоқ. Бар ойы ертеңгі іс-сапары болғандықтан. Гүлжанның сөзіне мән бермей, теріс бұрылып, жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Әйел күйеуінің соңынан кіріп, Елеукен, шешеңнің жағдайы не болады деп сұрап тұрмын. Осылай қашанға дейін жата береді, деді қатқыл дауыспен. Гүлжан, апаны ауруханаға жатқызғаннан пайда жоқ. Өзің де жақсы білесің. Енді бір көп болса 2 ай шыдар. Мен шешемді өлдіге санап қоғам. Осы жатқаны жатқан. Енді орнынан тұрмайды. Сәл шыда, аз қалды, деді Елеукен. Гүлжан үндемеді. Айткүлдің көрмегені алда екен. Елеукен кеткелі бір жұтым суға зар болып сөніп бара жатты. Гүлжан 2 баласын алып, бұны сыртынан құлыптап кетіп қалған. Өң мен түстің арасында сырт еткен дыбыстан шошып кетті. Гүлжан келіпті. 2 баласы жоқ. Жанында еңгезердей еркек тұр. Мына кемпір ме? Деді еркек гүр етіп. Әлі өлмепті.
2 күн ас су бермей қойып едім, дегенмен жаны сірі екен, деді Гүлжан. Бүгіннен қалмайды, деді еркек. О, тоба, 2 күн өтіп кеткен бе? Алла, жанымды неге алмайсың? Өмірімнің соңғы сәттерінде опасыздарға мазақ болғаным ба? Менің жанымды ал, деп Айткүл іштей егілді. Өзінің әлі де ақыл естен айырылмағанына таң қалды. Егер бүгін де тірі қалса, ертең Елеукен келеді. Қайтадан кемпірдің күңі болатын жайым жоқ. Өзің бірдеңе істесеңші, деді Гүлжан. Өй, адам өлтіру оңай ма? Кемпірдің қанын мойныма жүктей алмаймын, деп еркек балықтай шоршып түсті. Менің де батылым бармай тұр, деді Гүлжан өз ойынан өзі қорқып. Хош, жалған дүние. 4 бала тудым, бала емес, тас туғам-ау. 4 баланы табанымнан тозып жүріп жеткіздім. Енді мені жайыма қалдырыңдар, шалымның жанына барайын, деді ішінен шерменде болған кейуана. Арада қанша уақыт өткені беймәлім. Айткүл есін біресе жоғалтып, біресе қайта жиып кеп қиналды. Жалған дүниедегі көрер жарығы таусылмапты. Бір кезде ұлы Елеукеннің даусын естіді. Баласы келіпті. Апа, хал үстінде жатыр деп бірнеше рет қайталайды. Шамасы 3 бауырына хабар беріп жатқан болса керек. Біраз уақыттан соң үлкен ұлы мен ортаншы ұлының жанына келіп тұрғанын көрді. Сенбегім, Уәли ханым, келдіңдер ме? Деп кемпір ішінен кемсеңдеді. Көзін әлсіз ашып, үлкен ұлы мен кіші ұлына жәудірей қарады. Қос ұлын көргеніне қуанып, азапты халін бір сәт ұмытқандай болды. Сенбек дүниеге келгенде қуаныштан жылап жіберген. Тұла бойы тұңғышын қанаттыға қақтырмай өсірді. Уәлихан кенжесі. Кішкентай кезінде көп ауырды. Талай түндерде Уәлиханды көтеріп алып, аурухана жағалап жүретін. Сөйтіп жүріп табандылықпен өсіріп алған. Сол ұлдарының қалайша тасбауыр, мейірімсіз болып, ер жеткендерін Айткүл түсінбейді. Қай жерден қателесті? Арқалап жүріп жеткізген қолындары қараспай кететіндей, бұл кімге не жазып қойды? Шалы. Бар тірегі шалы болған екен. Әкелерінің көзі кеткен соң, балалары Айткүлдің сөзін сөз демейтін. Апа, қойшы, әр нәрсеге араласпай тыныш отыршы, деп бұның меселін қайтарып тастайтын. Қарықтарым-ау, мен сендердің шешелеріңмін. Айтсам, сендер жақсы болсын деп айтам. Жазықты болған тілін тістей қоятын бол. Сондай жылы, өзіне сондай жақын дауысқа елеңдеп оянды. Қызы. Жалғыз түйір қызы Ғайша келіпті. Германиядан ұшып жетіпті. Шешесінің халін көрген бойда Ғайша жылап жіберді. Апама не істегенсіңдер? Мынау кім? Расымен апам ба бұл? Деп бір уыс болып жатқан шешесін танымай қалды. Шешемізді неге ауруханаға апармағансыңдар? Сендер кінәлісіңдер, дұрыстап қарай алмадыңдар деп бауырларын кінәлады. Апама жаның ашып бара жатса, өзің неге бақпадың? Кеттің немістің етегін ұстап, бізге не қыл дейсің? Елеукеннің даусы. Айткүл терең күрсінді. Балаларымды бір көріп өлсем деген 4-еуі түгел келіп тұр. Бірақ ит пен мысық сияқты араздасып, бұның жүрегін одан сайын тілгілегендерін түсінбейді олар. Бір-біріне жылуы жоқ балаларды өсіріппін. Бірін-бірі тірідей түтіп жеуге әзір. Алла, бұндай көргенімше өлгенім артық. Мені неге қинайсың? Деді кемпір. Алланың өз есебі бар. Ғайша дәрігер шақыртып, шешесінің бетін бері қаратып алды. Әне міне өледі деген кемпір тағы да тірі қалды. Бұған балаларының ешқайсысы қуана қоймады. Әсіресе Елеукен мен Гүлжан апаны бағатындарын ойлаған сайын кемпірді ауырсынып, Ғайша болмағанда бұны буындырып өлтіре салуға әзір тұрғандай еді. Қорықпаңдар, апаны өзім бағамын. Германияға кетем, кішкене жақсы болсын. Қалай баққандарыңды көрдік. Апамның үйін сатам. Ем домына ақша керек. Мына үйді сатуға қойдым.
деді бір күні Ғайша аға жеңгесіне. Бұны естіген екеуі шоқ басқандай шошып кетті. Сенің есің дұрыс па? Не оттап тұрсың? Қайбір жаны ашы қалды деп едім. Көкеңді тескен ақша екен ғой. Шеттей бала шағаммен мені далаға тастамақсың ба деп Елеукен айғай салды. Ғайша қайтпады. Апам өледі. Мынау даңғарадай үйге ие болып, рахаттанып өмір сүрем деп ойладыңдар ма? Үй апамдікі. Үйді сатам да апамды емдетем. Босқа әуре болмаңдар. Бәрін заң бойынша шешеміз. Еңгезердей еркексің. Пәтер жалдап тұрасың. Осыған дейін шешеме масыл болып келген екенсің. Апамның зейнетақысы қайда? Дәрі де алып бермегенсің. Ай сайынғы ақшасын қағып салып, қарап отырғансың. Апамның үстінде ауыстыратын киімі де жоқ. Өлмейді апам. Егер жақсылап қарағаныңда, ендігі аяқтан тұрып кетер еді. Мұндай халге түскенін білмей қалдым, бауырларым бар деп сеніп қалдым, деп Ғайша жылап жіберді. Елеукен қарындасынан бұндайды күтпеген еді. Ғайша, сен не деп тұрсың? Үйде шаруаң болмасын. Үйге тиісетін болсан, менімен соғысасың, ұқтың ба? Деп ашудан дірілдеп, қарындасын бетінен ұрып жіберді. Ұра бер, мен сенен қорықпаймын. Апам өзі шешті бәрін. Сөйлей алмаса да, бәрін түсініп жатыр. Үйді сатуға келісімін берді, білдің бе? Осыдан тілі қалпына келсе, не көргенін өзі айтып берер. Сол кезде сот алдында жауап бересің, деді Ғайша қамықпай. Шәңкілдеген жалмауыз, қайдан шыға қалдың сен? Сен болмағанда мына үй біздің атымызға өтер еді деп, Гүлжан ішіне түйіп жүрген шындығын ашып айтып, күйеуіне болысып, қайынсіңлісін итеріп құлатты. Аға жеңгесінің ауыр соққысының астына алған Ғайша бетін ғана қолымен қорғай берді. Денесіне ащы таяқ деген сайын намыстан өртеніп кете жаздап, тістеніп жатты. Айткүл қысына арыша түсе алмай, іштен тынып жатты. Шарасыз қалған кемпір орнынан тұрып, Ғайшаны ауру соққыдан құтқармақ болды. Бойындағы бар күшін жинап, қолындағы инені жұлып тастап, орнынан тұрмаққа бекінді. Орнынан тұрмаса болмайды. Екі жауыз қызын ұрып өлтіруден тайынатын емес. Бар күш қайратын жинап, қамбақ секілді жеп-жеңіл денесін әрең көтеріп, орнынан тұрды кемпір. Аяғын әр басқан сайын азапқа салынды. Елеукен мен Гүлжан Ғайшаны аяусыз тепкілеп жатыр еді. Әруақ сияқты әппақ болып алдарында тәлтіректеп тұрған кемпірді көргенде төбелерінен тас түскендей қалшиып тұрып қалды. Елеукен не дерін білмей, апа, сіз, деп өз көзіне өзі сене алмай тұтықты. Айткүл әлі де сөйлей алмай алса да, қолындағы таяғымен Ғайшаны қолығынан демеп тұрғызбақ болды. Бет-аузы қанға малынған Ғайша қуаныштан айғайлап жіберді. Апа, орныңыздан тұрып кеткенсіз бе, анашым, деп Айткүлді төсегіне әкеліп жатқызды. Төсек тартып жатқан Айткүл өмірге жаңа келгендей күшке қалайша ие болып кеткенін өзі де түсінбей қалды. Бір аяғы төрде, бір аяғы көрде тұрса да, күресу керектігін анық түсінген күйеу осылайша қызын құтқарып қалды. Біраз уақыттан соң Ғайша Айткүл кемпірдің үйін сатып, шешесін Германияға алып кетті. Германияда дәрігер мен медбике жалдады. Ғайша апасының үйін сатқан ақшаның бір тиынын өзіне алмай, бәрін түгелмен ем-домға жұмсады. Неміс күйеуі болып жатқан жайттарға қарсылық танытқан жоқ. Ол әйелі қандай шешім қабылдаса, қолдайтын еркен ойлы азамат еді. Елеукен болса бір сәтте үйсіз қалды. Гүлжан сөзге келмей екі баласын алып күніне тартып отырды. Елеукен бауырларына барып еді, әрқайсының үйінде бір аптадан артық тұра алмай, соңында пәтер жағалап ішіп кетті. Тәп-тәуір жұмысынан да айырылып, көше кезген қаңғыбасқа айналды. Арада 2 жыл уақыт өтті. Тәп-тәуір күтім көрген Айткүл аяғынан тұрып, құлан таза айықты.
Ғайша аяғы ауырлап дүниеге сәби әкелді. Бұған дейін балалы бола алмай жүрген еді. Анашым, сен біздің үйге құт әкелдің. Жанымда қалқайып қорған болып отыра берші. Маған басқа ештеңе керек емес, деп мейірленді Ғайша анасына қарап. Айткүл ұлдарына жақсы тәрбие бере алмаса да, қызын қайсар, күрескер, мейірімді, жомарт етіп өсіргеніне қуанды. Айналайын, бақытты бол, бағың ашылсын, ғұмырлы бол, қарағым. Маған жасаған жақсылығын алдыңнан қайтсын. Ананы сыйлағанды Алла сыйлайды деп, бір тал қызын маңдайынан сипады Айткүл. Бұл вақытта Қазақстанның бір түкпірінде Елеукен кеудесінен ызғар өтіп, күрк-күрк жөтеліп, бір бұрышта бүк түсіп жатыр еді. Шешесінің бір ауыз жылы сөзіне зар болып, анасының қадірін енді түсінді. Апа, апау, мен бейбақты кешірші, мен сенен басқа ешкімге керек емес екенмін. Жалған дүниедегі жалғыз жанашырым өзің екенін кеш түсіндім. Гүлжанның сөзіне еріп, көзім байланды. Сенген әйелім бала шағамды көрсетпей, өзімді далаға қаңғыртып жіберді. Сені тыңдамай, әйелімді жақтайтын едім. Апа, біліп сөйлеген екенсің. Әкемнің жоқтығын білдірмей өсірбедің. Мен не істедім? Тіпті сені өлтіруге де дайын болдым. Апа, ендігі арманым сенің алдыңа барып кешіріміңді алғым келеді. Кешірші мені, апа. Мен қатты қателестім, деп өз-өзімен сөйлесіп, еңкілдеп жылады Елеукен. Айткүл қалған екі ұлы Сембек пен Уәлиханның да шекелері шылқи қойған жоқ. Сембектің кенже баласы жүрегі әлсіз болып туылып, тура Айткүл апа секілді төсек тартып, тілге келмей жатып қалды. Уәлихан болса, жұмысында пара алып жатқан жерінен ұсталып, темір тордың ар жағынан бір-ақ шықты. 5 жылға сотталған Уәлихан түрмеде жатып, өткен өмірін ойлап өкінді. Өкінгенмен не пайда? Алла осылайша әркімге өзіне лайық өмір берді. Айткүл бәрін естіп біліп жүрді. Ана жүрегі кең емес пе? Ішіне шыққан шыбар жыландарын сонда да жамандыққа қимай, қолын жайып Аллаға дұға етумен болды. 3 жылдың да опасыз болып өсуіне өзінің ғана кінәлауын қоймады. Елге қайтуға әзірге жүрегі дауаламады. Ұлдарының өзіне жасаған қиянаты есіне түскен сайын жанын қоярға жер таппайды. Әрі бұндағы жайлы өмірін қимады. Анасының ақ батасын алған Ғайша бақытты еді. Енді шешесін ешкімге бермейді. Ғайша демалыс алғанда Айткүл елге де келіп қайтар. Бірақ тағдыр тәлкегіне қалған ұлдарын іздей ме, жоқ па, оны әлі шешкен жоқ. Ауырып жатқан кезінде өзін керек қылмаған опасыз перзенттер жазаларын алып жатса да, Айткүл оларға жамандық тілей алмайды.